Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Мен Бекжанова Бақтыгүл Өмірзаковна, Маңғыстау облысы Мұнайлы ауданы номер 7 орта мектептің өзін-өзі тану пәнінің мұғалімімін. Біз бүгін 1 сыныптың 31 сабағы жер ортақ үйіміз тақырыбында сабағымызды бастаймыз. Сабағымыздың құндылығы сүйіспеншілік. Сабағымыздың қасиеттері түсіністік, ынтымақтастық, сыйластық. Ендеше сабағымыздың мақсаты оқушыларға жер ананың адам өміріндегі маңыздылығын түсіндіру арқылы сүйіспеншілік құндылығының мәнін ашу. Сабағымыздың міндеттері оқушыларға жердің ортақ үй екенін түсіндіре отырып, ынтымақтастық қасиеті жайлы түсіндіру. Оқушыларды жер ананы қадірлеуге, оның тұрғындарымен ынтымақтастыққа үйрету арқылы сыйластық қасиеттерін тәрбиелеу. Оқушыларды жер анаға сүйіспеншілігін арттыру арқылы түсіністік, ынтымақтастық, сыйластық қасиеттеріне тәрбиелеу. Сабағымызды 5 ережесін қайталаудан бастайық. Тәртіп, талап, тыныштық, тазалық, татулық сақтайтын болсақ, сабағымыз жақсы өтеді. Сабағымыздың дәйек сөзі адамзаттың бәрін сүй бауырым деп Абай Құнанбаев атамыз айтқан дәйек сөзді аламыз. Абай Құнанбаев 1945 жылы дүниеге келген. 1904 жылы дүниеден өткен. Ол ақын, ағартушы, философ, композитор, аудармашы, саяси қайраткер болған. Балалар, мен сіздерге Абай Құнанбаев атамыздың дәйек сөзі жайында сұрақ қойғым келіп отыр. Сол дәйек сөзден қандай ой түйдіңдер балалар? Адамзаттың бәрін сүй, бауырым деп дегенді қалай түсінесіңдер? Балалар, мұғалім сыйы ретінде Қазақстан ортақ үйіміз деген видеороликті қараңыздар. Біз Қазақстанда ежелгі қазақ жерінде өмір сүреміз. Қазақстан Еуразия кеңістігінің қақ ортасында орналасқан. Ежелден еркіндік аңсаған қазақ халқы туған жерін түрлі жаулардан ерлікпен қорғап, армандаған тәуелсіздікке қол жеткізді. Қонақжай қазақ жері бұл күнде 140-қа жуық ұлттар мен ұлыстардың 17 конфессияның басын қосып отыр. Дүниежүзілік соғыс жылдары КСРО-ны мекендейтін көптеген ұлттар мен ұлыстар Қазақстанға күштеп жер аударылды. Қиын қыстау шақта қазақ халқы оларға көмек қолын созып, қамқорлық танытты. 1991 жылы өз тәуелсіздігін жариялап, дербестікке ие болған Қазақстан еліміздің тұңғыш президенті, ұлт көшбасшысы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың басшылығымен өркендеу жолына түсіп, әлемдік қауымдастық көшіне жылдам ілесті. Балалар, видеоролик ұнады ма? Біз қайда өмір сүреміз? Тәуелсіздікке қалай қол жеткіздік? Қазақ елінде қанша ұлт бар екен? Қазақ елі тәуелсіздікті қашан алған екен? Осы сұрақтардың жауабын естеріңе түсіріп, ойға түйіңдер балалар. Ары қарай шығармашылық жұмыс. Шығармашылық жұмысты 140 беттегі 1 тапсырманы орында. Дәптердегі суретті бояңдар, сурет бойынша әңгімелер құрастырып айтыңдар. Сабағымыздың соңында
топпен ән айтамыз. Біз бақытты баламыз әні.